Iya. Болады. Бірақ Құр'анды оқу сүннет, тыңдау парыз. Ләжінің барынша отырып тыңдаған абзал. Себебі Аллах Субхана Тағала Құр'ан оқыған уақытына не қылыңдар деді? Отырыңдар. Мұна біздің кейбір жігіттеріміз Құран оқып жатқан уақытта шығып кетеді. Көшеде беймалал бидатчиктер деп қояды тағын. Аны оқып жатқан бәрі ақымақ бидатчиктер. Бірақ Алла Құр'анда айтып жатыр, Құр'ан естің бе? Отыр деп жатыр, ес деп жатыр. Мына жерде бір адам Құр'ан оқып дұғасы, бұлар бидат қылып жатыр деді. Астағфирулла. Сол қанша бидат болса да сенің көшеде өсек айтып тұрғанынан артығырақ осы. Сосын Құр'ан оқылып жатқан ләжім барша отыру керек. Себебі Құр'ан бұл өлең емес те бұл. Оның ішінде азап аяттары бар. Azap ayetleri var onun içinde cennet ayetleri var. İnnellezîne keferu sevâun aleyhim endertehum em lem tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Allah'a kafir bolgan adamlardı korkutasın ba korkutmaysın, onlar iman keltirmeydi. Sebebi Allah onların közlerin, kulakların, çürüklerin pişattan mörlep koygan, onlara kelişikte azap var. Bu azap hayatı. Bunu kalay cumus deyip жүріп ести alamızda. Sahabalar bu ayetler esine talip kaladın.